Жоқ, сен сонда жаман ұлт болады, жаман адам болмайды. Жаман ұлт болмайды, жаман адам болады деген әңгімені білесің ба сен? Жаман адам болады, иә дұрыс. Мен саған олар жаман деп жатырмын ба? Неге енді арабтарға жабысып қалдың келді? Енді сен ғой жабысып отқан, солардың айтқанының бәрі ақиқат деп бізге тықпалап отқан соны. Мен саған ұлт туралы әңгіме айттым да, мен саған ұлттарды жамандап, мен саған ұлтты жамандайтын бір сөз айт. Не деп жамандадым, айтшы? Не деп жамандадым? Арабты жамандамасың ғой, арабтардан келген жаман сенім ана мынау деп. Енді арабтардан келген өтірік па сенімің? Енді арабтан келген болса, оның саған қандай зияны келіп отыр саған? Енді қалай зияны келмейді? Сен соқыр сеніп отырсың мына жерде. Соқыр сенім емес. Соқыр сенім деп сен сияқты жаңағы ақшаға сеніп, Құдай жоқ деп айтатындарды соқыр сенім дейді. Ақша үшін Құдай бар деп айтсашы. Ақша үшін Құдай бар деп? Иә. Ол қалай болады? Қалай сонда? Ақша табу үшін Құдай бар деп бір Құдайды ойлап тапсам. Мысалға, ақша табу үшін сен Құдай жоқ деп отырсың ғой? Иә, енді мен осының обратныйын алайық. Ақша табу үшін Құдай бар деп бір Құдай ойлап тапсам. Ол қалай болады? Ондайлар жетіп жатыр ғой, йога дегендер бар. Соның біреуі сахабалар ғой, айтсай оларды. Соның біреуі арабтар ғой, Құдайды ойлап тауып, Құдаймен ақша тауып отқан. Қазіргі заманда кейіннен шыққан олар жаңағы ақша үшін ойлап тапқан. Саған Құдай бар, Алла бар дегізіп қойып, сені неге Арабияның жеріне баруды міндет деп мойныңа іліп қойып, ақша тауып отқан арабтар емес па? Ол саған ешқандай да міндет деп отқан жоқ. Міндет қой, сенің парызың ғой Арабтың жеріне бару. Оны саған араб емес парыз қылған, бір Құдай, бір Алла оны парыз қылған. Иә, Құдай арабтардың несі, кришасы, соларға спонсор болып отыр. Бізде сөйлессек бола ма? Связға шығып келісіп, Түркістанды қасиетті қылып, басқаларды Түркістанға келуге міндеттеп, Қазақстанның қалтасын толтырсақ, бізге бола ма сондай вариант? Бізде келсек те Құдайға байланысқан. Ондай тарихта болған, ол ақырында қырылып қалған ғой, аспаннан тас жаудырып. Жоқ, соны енді сөйлесек те Құдаймен связға шығып, біз пайызын беріп тұрайық. Иә, процентін беріп тұрайық. Түркістанды қасиетті қылып келсейік. Сосын бүкіл әлемнің мұсылмандары Түркістанға келуге міндетті болсын, өмірінде бір рет. Ақшалары жетсе. Сөйтіп Түркістанға ақша шығарайық та, Түркістанның суын қасиетті су деп сатайық. Түркістанның қаратасын шайтанды ұрғанға сатайық. Сөйтіп бізде бизнес жасайық та, арабтар ғана байи бере ма? Оны жасағын келсе де сен жасай алмайсың. Вот, жасай алмай тұр қой, көрдің ба? Арабтар бірінші бастап кеткенде, кто успел, тот и съел болды. Жоқ, кто успел, тот и съел болып тұрды, арабтар бірінші алып кетіп тұрды, бұл нишаны ше. Сосын біз конкуренция үлгіре алмай тұрмыз, не жабылып қалды ниша. Олар рыноктың бәрін жаулап алған, біз үлгіре алмай қалдық. Ол соңғы пайғамбардың кезінде болған. Ой, соңғы деп айта береді. Біз соңғыдан кейінгі соңғы болып кішкене кіріп кетуіміз керек еді, бір пойызбен келісіп үлгермей қалдық та сол кезде. Егер біз бірінші халифтердің кезінде өмір сүрсек, мүмкін келісуге болатын еді. Омар Османдарға ақша беріп, братан, жарайды, Мекке бірінші бола берсін, екінші деп біздің Түркістанды қосып жіберіңдерші, ақырын Түркістанға бару парыз деген бір-екі хадис, Бұхарилер бар ғой, соларға ақырын келісіп, кім тексеріп жатыр дейсің, мұсылмандар тексермейді ғой, братан. Ақшасын береміз, ақырын. Жатыршы, Омар Османдарға ақырын, братан, кімдерге айтшы, хадис жазатындарға бір-екі хадис қоссын да, осы Түркістан деген қасиетті, сол Түркістанға барсаң деген сауап аласың, 700 мың сауап деп, давай 700 мың динар береміз, келсек та, братан деп. Сөйтіп келісіп, бір-екі хадис жазғызып, өзімізге алып алу керек еді. Соны просто алыста болып қалдық та. Шымкентскийлер алыста болып қалды негізі сол кезде, әйтпесе барып келісіп сөйлесіп келетін еді наш жерде. Иә, сол шымкентскийлер алыста болып қалдық та сол кезде, халифатқа жақын жерде тұрғанда Түркістанды тығыз беретін еді кішкене. Шымкентте 5 жылдай жүрген, мен Шымкенттің балаларын жақсы білемін ғой. Соны үлгермей қалдық қой. Наши ребята деп. Шымкентский движение. Мен біраз болды да сөйлесе алмай жүргеніме ше, ысқақ дейді, басқа балалар еңіліп қалып жатыр сенімен әңгімелескенде. Сен бір анандай біреулерді таңдайсың ғой, бір білімі жоқ,
менде бір асып бара жатқан білім жоқ енді, Аллаға шүкір. Намаз намазды бастап оқып жүрген бір мұсылман қатардағы. Бірақ сен ана сөзіңнен жеңіліп қалып жатыр, сенімен сөйлескендер бар ғой. Әркелеп тоқтап қалып, не айтарын білмей мандыраж болып жатыр да. Бірақ қайдан енді сен қалай соларды не істеп тастап жатқан? Бірақ соны сөйлескендерін тыңдап жүремін да, байқаймын сен жеңіліп бара жатқан кезде басқа жаққа аударып жібересің осындай. Ой, бізде жаңағындай қағба сияқты Түркістаннан жасайық. Ана мынау деген өзім кетіп барасың сен. Енді қарашы, енді осы жерде сыртынан бір ситуацияға қарасаң, мен қазақтың мүддесін, Қазақстанның мүддесін қорғап отырмын. Сен арабтардың мүддесін қорғап отырсың. Бірақ екеуміз де қазақпыз. Сенің дініңнің зияны тиген жоқ па? Айбек, рахмет. Менің дінімше, осы ислам дініне келгелі бері Аллаға шүкірші. Иә, дұрыс. Қарашы, ситуацияны, мен просто бұл ситуацияны не үшін істеп отырмын? Қазақтар мына жерде 980 қазақ отыр да. Осы қазақтар сыртынан ситуацияны көрсін деп жасап отырмын. Өйткені былай, екеуміз отырмыз, екеуміз де қазақпыз, бірақ сен дініңнің арқасында арабтардың мүддесін қорғап отырсың. Мен айтып отырмын, діннен тыс Қазақстанның мүддесін қорғайық. Арабтар қалай ақша тауып отыр, біз де солай ақша табайық десем, сен қолдамай жатсың мені. Жоқ, мен орада ше, ол арабтың діні сияқты пайдаланып бізде ақша табу, ол әшейін, ол болмайтын әңгіме, ол. Қалай болмайтын әңгіме? Қалтаңа тар келе ма? Бір 10 миллиард тапсақ жылына, қалтаңа тар келе ма?